Ғабит Мүсірепов, ананың анасы. Әйтілес аппақ, ақ қарбас, соқыр қарт етектей сақалын балуан бармақтарымен саладай тарап отыр еді. Күмістен қиғандай топ-тұтас ақ сақалы кеудесін жауып, «Оқыңдар шулап! Ақ, ту!» деп есіктен асыра түкіріп жібергенде, босағада отырған балалар селк етіп, «Ағузе бессімілә рәсіре деп қоя беретін едік. Жалпақ жаз. Сай-салада сағым ойнаған саршаның тамызы. Саясыз жайлаудың жан-жануары көлге тығылып қана сая табады. Күннің көзінің өзі күн ұзын көлге шомылып жанын сақтайтындай. Шалқыған шаңқай түс кезінде адамның көлеңкесі де саялауға жер таппай бауырына кіріп кетеді. Жалғыз ақ жүні түспеген көпей тайыншаға ұқсап қойшы малшылар ғана жалба-жұлба тері тон мен жабағы күпісін тастай алмайды. Қойшылардың өздері күнге киіп, құрысып, кішірейіп, күпілері ғана өсіп бара жатқан сияқтанады. Самайынан сағал-сағал тері шұбырған тезекші әйелдер ғана алты қырдың астынан тезегін арқалап әрең аңданып келеді. Біз көгендеген қозыға ұқсап, мұрынды тарта түсіп, әйтілес үйінде надан молдадан надандығы оқып отырмыз. Келешекте құлдықтан бас тартпай, оң жағыңа ұрса, сол жағыңа тосатын кешше адамдар әзірленіп жатырмыз. Ертемен төрт бұрышы жемірілген ескі тоқым сияқты иман шартымды қолтығыма қыстырып сабаққа келсем, балалар жинала қоймаған екен. Іркіт сабасындай іркілдеген молдамен саудагер Рамазанға соқыр әйтілес ескі күндердің әңгімесін шертіп отыр. Тот басқан әңгімені жанып-жанып жаңартып жалт-жұлт еткізеді. Көзден айырылған соң барлық жарықты көңілі мен құлағына жинаған қарт ескі күндерді тымақтай бұлғап, төңкеріп алады. Аттың құлағында ойнайтын жас кезіміз, 80-нің екісінде мекен, 3-інде мекен, сол кезде жанай балуан, қайраты қайтса да болат жүрегі маймаған кезеді. Даусы саңқылдап, шаңырақта ойнар еді. О кісі сөйлегенде іргеде ғана отырып ойымызды тоқи берер едік. Сол кісі айтады-ау, баяғыда бала кезімізде жалпақ балуанға еріп, ергенектің елін шабуға аттандық дейді. Жалпақ балуан Балаби батыр екен. Бір күні Балаби шақырып алып, «Уа жалпақ, ергенекті елімізді 2 рет шапты. Бірінде мен тоналдым, бірінде сен тоналып едің. Мен малымды бердім, сен жаныңды бердің. Жаныңды бергеніңе немене? 47-ні қырқаматап беріп отырған қалыңдығыңды бергенсің, білетін бе едің?» дейді. «Ол кезде сен жас едің. Дұшпаннан кек алу былай тұрсын, жауға өзің кездесіп қалып, астыңдағы тайыңды беріп, әрең құтылған болатынсың. Қазір сен жалпақ балуан атандың, ол кекті қалай ұмытып кетіп жүрсің?» дейді. Ол кезде өзгеге шыдаса да, намысқа шыдаған ба, жалпақ балуан ұшып тұра келіп, «Бей, маңдайда бір қара таңбам бар екен білмей жүр екенмін. Қалыңдық сенікі емес, басқаныкі деуші еді. Астымнан атымды алғанда алтақ жаста едім. Жеңсем жауда алам, жеңілсем жауда қалам. Аттандым сәрсенбінің сәтіне» дейді де жүре береді жалпақ балуан. «Тоқта батыр!» деп Балаби тоқтатыпты да былай депті: «Баруын барасың, елінде шабарсың. Бірақ қатын боп қалған қалыңдықтың қызығына түсіп кетпей, жер қайысқан қалың жылқыға да көзіңді саларсың» дейді. Сонымен сақадай сайланған 40 жігіт маңдайды батысқа қойып, төскейді үзеңгіге ала тартып жөнеледі. Жалпақ жауырыны қақпақтай, жұдырығы тоқпақтай, сыртынан қарағанда құйған пештей болып, оқ бойы алдымызда отырады. Астында сар қасқа аты бар. Шекіп тастап, оқтаудай ойнап, киіктей орғып келеді. Бөкен жортқан ат өмірде үзеңгілесе алмайды. 6 қонып 7-шіге асқан күні қоңыр іңір кезеді. «Осы бір тегім адам болмаған шығар, түнейік осы молаға» деп жалпақ балуан атынан секіріп түсе қалды дейді. Түстік, айналасы 60 қадам, үлкен қара мола екен. Маңдайында жазуы бар. «Қырқымыздың бірде-біріміз қара танымайды екенбіз ғой, жазуды айыра алмадық». Соны ойлағанда балалардың оқығанын ішім ұнатып отырады. Уәзге шамасы келмесе де, болысқа арам бауыздатпас па екен деп ойлаймын да баяғы, деп әйтілес қарт бір күрсініп.
Құрт берші балаларға, деді кемпіріне. Шақпақ шағып, тез тұтатып от жақтық. Қақтаулы қапқыштан бір-екі қаптықта ер жастанып, тоқым төсеніп, жаттықта қалдық. Үркер жамбасқа келіп, сұлу шолпан маңдайға таянғанда, Жалпақ батыр атып тұра келіп: «Жігіттер, төсі айылды, бос, артқы айылды аямай тартыңдар. Күн найза бойы көтерілген кезде не қалың жауға, не қалың жылқыға кездесерміз. Менің тілегім болса, жауға да көзіңді сал» деді. «Ай, соның тілегі болар-ақ», деді. Батыр мұны неден болжады десек, сары қасқа ат құлағымен алысты нұсқап, жер тартып тұр екен. «Тартып деп кеттік» дейді. Қатып қалған саңлақтай ұршықтай ойнап, бөкендей бүктетіліп, жер сүзгілеп, ауыздықты қарш-қарш шайнайды. Күнде шанышқақтап, найза бойы көтерілді. Ойды қырды алып жатқан қалың жылқыға біз де келіп кірдік дейді. Жошыбайлап бізде жылқыға тиістік. 2 салт жылқыдан сатылып, төскейге бет қойып тартып та берді, қумадық дейді. Жылқының бір шетін төңкеріп, қиқулап келе жатқанымызда, ботақ көз бір қыз тезек арқалап, қосқа қарай жүгіріп келеді екен. Өн бойым ұйып қоя берді дейді. Астымда Құлан тұяқ Құдай көк деген атым бар. Сыдыртып келіп қызды іліп алып, артыма мінгестіріп ағалдым. 2 қолын белдеуіме қыстыра тастап кете бердім. Шашын жайып, құлыншағымдаған шешесінің даусы ғана естіліп қалды. Ол дауыс маған шаққан масадай да білінген жоқ дейді. Әлден уақытта құрық үстіне құрық жаудырып, ну жылқыны иіріп бетін түзеп, 2 қырдың астына түсірдік-ау. Сол кезде Жалпақ балуан менің артымдағы қызды көріп, батырдың салғырт көңілі ауып кетті білем. «Сауға!» деді саңқ етіп. «Сауғаңа жараса, не арманы бар? Ал батыр» дедім. Қатарласып келіп қыздың маңдайынан сипап, толқынды қара шашынан бір сүйді де жүре берді. Манадан оты өзегіме өтіп келе жатқан қыз одан сайын арқама жабысқан көлбақаға ұқсап, сұп-суық болып сала берді. Жылқының денін бөлек әкеттік-ау деймін, төңкеріліп айдатпай келеді. Анда-санда енесінің бауырында шұрқыраған құлын тай қақтығып құлап қалып та келеді. Жылқының жатқан жерінен жарты көз шыққан кезде артымыздан жолындай болып бір қара көрінді. Аққан жұлдыз ба дерсің, көзді ашып жұмғанша келіп араласып та қалды. Көпті көрген көне жылқышы екен. Басқамызға қайырылмай тұп-тура Жалпақ балуанның шылбырына орала түсіп: «Байды шапқаның шапқан, малды алғаның алған, жылқысының жалғыз қызын қайтесің батыр? Еркек десең өзімді әкет, қызымды қайтарып бер. Сорланасы аңырап қалды ғой, тар құрсағын кеңейткен, тас емшегін жібіткен жалғыз еді» деуі қалай? Батыр оны алаң қылсын ба? Мырс етіп күлді де қасында келе жатқан Кейкі деген жігітке иек қағады. Кейкі қандай албырт, жылқышыны жағалбайдай жұлып алды да, айналдырып лақтырып жібереді де, тобылғы торы бесті киіктей орғып ойнап шыға береді. 2-3 жігіт қуып жіберіп еді, қарайлатпады. Жылқышыны әкеп беріп қайтарайын деген немесе құйрығын шаншып алып бірақ тартты дейді. Артымдағы қыз еңіреп жіберді де, белімдегі білегін суырып ағалды. Алдым алып анықтап қарасам, мөлдіреген бота көзінен меруерт жасы парлап-ақ кеткен екен. Адам баласының қызғалдақтай үлбіреген сұлуы болады береді екен. Қарысып қалған белімнен құшақтауға аядым. Тағы да қозы көш жерге жеттік. Жылқышы өлі ме, тірі ме, көңілімізде көлеңкеде қалған жоқ. Айғайға жылқы баласы қандай желігеді, тасыр-тұсыр қырылып келеді. Бір мезгілде артқа қарасақ, тұйғындай түйіліп, жұлдыздай ағып, артымыздан бір қара тағы да келіп қалған екен. «Ау, тосыңдаршы» деген болған жоқ, орап алдымызға шықты. Тек ағараңдаған бірдемені ғана көріп қалдық. «Апатайым-ай, сорайдап әкелді ме?» деп артымдағы қыз жылап еңіреді. Астында манағы торы бесті, әлгі жылқышының әйелі екен. Қиқулап жылқының оң жағына бір, сол жағына бір шықты да, айналып барып алдына түсіп, оң жаққа қарай тарта жөнелді. Жылқы да оның соңынан еріп, шығысқа қарай салуы қалай. Біз былай қайырамыз, жылқы олай қашады. Торы бесті маңайлатпайды. Найза суырып, сойыл сілтейтін жерге келтірмейді. Әлденеше рет жылқыны бұрып алдық. Жылқы бет-бетімен жарыла қашты. Құрық үстіне сойыл жаудырып бұрмаласақ та болмады. Бір бүйірде жатқан өзеннің жалғыз есік
Кең аралына қалың жылқы келді де ене кетті. Аралға енгесін қалың жылқы айдата ма енді? Аралдың ортасында бір төбе бар екен. Әлгі әйел соған шығып алып, жаулығын бұлғап, бәрімізді шақыру бар емес пе? Шаншып-ақ тастаймыз ғой деп төніп келгенде, менің атым әйел, мына қыздың анасымын. Бәріңде анадан тудыңдар. Анамен алыспайды да, атыспайды да. Нең бар еді менің жалғызымда? Кел ботам өзіме дегенде, қолымдағы қыздың қалай ыршып кеткенін білмеймін, секіріп барып шешесінің мойнына асылды дейді. Терімізге сыймай, қабағымыздан қан жауып тұрған бізде жұмысы да жоқ. Шешесі қызын, қызы шешесін жұбатып, өзді-өзі болды да қалды. Сол кезде манағы кейкі шыдамай кетіп, батыр, рұқсат етсең, екеуін де тайға теңдеп алып жүрейін. Қызы қатынға, шешесі отынға жарар дейді. Жалпақ кейкіге қарап, алақандай көзін бір төңкереді де, жаным, сен неткен жансың? Сені қазақтың қатыны шығар да, өзімді батыр шығар деп ойлаймын. Жөніңді айтшы, дейді әйелге. Батыр, атыңнан түс, артыңнан қуып келетін ешкім де жоқ. Сен бұл елді шабуға келсең, бұл елде басқа бір елді шабуға кеткен. Асықпай-ақ айдап бар. Жауабын да асықпай берерсің, дейді әйел жалпақ балуанға. Содан кейін бәріміз де аттан түсіп, төбені айнала отыра қалдық. Бұл қар қатынның қай шатасқанын тыңдайын деп отыр деп, бәріміз жалпаққа ренжідік. Аздан соң әйел құшағындағы қызды босатты да сөзіне кіріседі. Мен мына қыздың шешесімін. Қызым қазір 15-те. Дәл қызымның жасында өзім де сергелденге ұшырап едім. Соның суық ызғары табанымнан, қара таңбасы маңдайымнан әлі кеткен жоқ. Елім дейтін елім бар дейсің бе? Сай сағалап, өзен жағалап жүретін 4 үйлі бір ауыл болыпты. Сол ауылда Сонар дегеннің қыз едім. Қай ел екенін білмеймін. Елсізде тұғыр Бала би деген баласын сүндеттетіп, той жасап, ат шаптырғанда бәс бәйгеге құл бастатқан 9, бас балуанға күң бастатқан 9 тігіпті. Бәйгеге өз қызын берсін бе? Айнала қыз іздестірген екен. Әкем арбасын жөндеп, шешем көжесін қайнатып жатырған еді, 10 шақты салт атты келді де, жігіттер, жол болсын деп әкем жолап айтқан кезде, жол болмаса болмасын, қыз болсын деп, қоса сүйеніп тұрған мені қағып алды да шауып кете берді. Ертеңіне шапқан ат, күрескен балуанның қызығы біткенде, жабулы нарға мінгізді де мені бәйгеге беріп жіберді. Күреске түсіп, мәні бәйгесіне алған Байсары мені балуан екен, еліне келгесін Құлтеке деген байына байлады. Құлтеке бай мені бір құлына отастырды да, екеумізді де сауынға салды. Онда көп жасағанда екінші аттың бәйгесіне тігіліп, осы өздерің шапқан Сары деген байдың қолына көштім. Маған атастырған құл бас бәйгеге тігіліп, басқа бір елге кетті. Сарыбайдың Қайрақ деген жылқышысы бар екен. Өміріңде босағаңда болайық деп байдан сұрап, мені әйелдікке алды. Бірің жылқышы, бірің сауыншы болып жүре тұрыңдар, кейін босатарымын деп Сарыбай уәде берген еді. Содан бері 15 жыл өтті. Байын бүгін өліп босанды. Өзім осы орталарыңда отырған. Күндіктің ұзын құрығы сарт етіп қызыма түсе қалғасын, соңдарыңнан қуып келемін. Нағып қорықпай қуып келдіңдер демеңдер. 15-імде өзім де тап осы қызымда едім. Сендердің қолдарыңда кетсе, енді 15 жылдан соң қызым тап қазіргі мендей болмай ма? Мен үшін бұдан артық қорқыныш та, қорлық та жоқ. Сол мені айдап әкелген. Берсеңдер тірі қайтам, бермесеңдер өлі алып қайтам дейді. Мана әйелді асап қоярдай боп тұрған жігіттер, құлағымыз салбырап күмілжей беріппіз. Не сұрау, не жауап бере алмай жерді шұқи бердік дейді. Әйел оны сезе қойды да, тең-теңімен деп 15 жыл отасқан байым еді, сүйегін жолда көрдім. Білектің күшін, найзаның ұшын не күші теңдеске, не иығы теңдеске жұмсаған жоқсыңдар. Жағаласқан жау емес, жалбарынған сор емес педі, оның құнын қалай өтейсіңдер? Құлынға қосақтап қызымда кетіп барасыңдар. Бұларыңда ерлікке, әділдікке жанаспайды.
Ең мықтағанда еліңе бір күң апарып қосарсың. Қызым сендерге барса күң болады. Өзіммен қалса, тым болмаса өз етегімде еркін еркелейді. Сондықтан қызымды алып қайтам, депті. Өмірінде әйелден мұндай сөз естіп көрмеген Кейкі былай депті сонда. Әйел еркекке қатындыққа жаралған. Біздің далада одан басқа не бітіреді олар? Қызды сатып алсаң да әйел, тартып алсаң да әйел. Жігіттер, мына елдің сөзін қойдырып, өзінде ала жүрейік. Теретін тезек біздің елде де бар ғой, дейді. Манадан ойға көміліп тұнжырап отырған жалпақ таудан құлағандай құлап отыр екен. Ұшып тұра келіп, сары қасқа атын әйгі әйелге тоса берді де, өз бойымнан бере алатын айыбым осақ жеңгей. Ол қысынбай ала көр. Күндіктен босағың келсе, мына жылқыдан қалағаныңша ал да, жердің шетіне дейін көше бер. Бірақ жер жүзінде күндік пен құлдық жоқ, ел бар дегенді естіген емес едім. Сондықтан өзіме еріңдер. Қанаттыға қақтырмаймын, тұмсықтыға шоқтырмаймын, дейді. Сонда әйел тұрып, осы жылқының қаншасы өздеріңе тиеді, деп сұрайды. Кім біледі, біреуі де тимес, оны би біледі, дейді жалпақ балуан. Ендеше жылқыда ал деме, атыңды да берме, саған ере алмаймын да. Сен де еліңе жеткенше ғана ерікті батырсың. Еліңе барғасын сен де еркіңнен айырыласың. Не байдың, не бидің сойылы боп қаласың. Батыр балуанды көріп жүрміз ғой. Сені батыр деп жұмсайды да, мені қатын деп жұмсайды. Айырмасы осақ. Бірақ сенің еркің менікінен еркін болмайды. Солай емес пе, батыр, дейді әйел. Жалпақ тағы да мойнын салбыратып отырады да, біз даланың ессіз есерлеріміз ғой. Көзге түрткенде ғана селкетеміз, көзге түртпесе көрмейміз. Сен көзімнің оқырасын алып, шымылдығын аштың. Әлгінде ғана қызыңды сауға қалып, кең өмірімнің аз ғана ойыншығы етермін дебем, енді ойдан қайттым. Өз еркім өзімде тұрғанда, мен де бір адамға ерік берейін, қыз сенікі. Желден де еркін өмір сүріңдер, дейді. Бейшара боз көйлегі жырым-жырым, қолдары қарғаның тұяғындай қапқара, ерні қырық тігілген жарық-жарық, бірақ түйілген қабағынан, от жанған көзінен жаның шошырлық. Жалынған жоқ, сасқан жоқ, қырық жігітті билеп әкетті, дейді. Жалпақтың соңғы сөзін есту ақ мұң екен, бірі саратқа, бірі торбестіге мініп, екі әйел ойнап шыға келді. Бір кезде әйел сарқасқа атты қалт тоқтатып, артына бұрылып, керей деген ел көрсеңдер сәлем айт, жалпақ деген батыр көрсеңдер сәлем айт, деді де жөнеле берді. Әйелді аттандырған бойы тұра кеп тұрған жалпақ балуан гүрс етіп құлап түсті. Біз де сонда ғана есімізді жиыппыз. Айтып не керек, жылқыда қалып, жалпақты сүйеп, әлең дегенде елге жеткіздік. Шіркін, әйелдің де әйел екен деп жанай балуан ылғи айтатын еді, деп Әйтілес қарт сақалын тағы бір саялап қоятын еді. Балалар, манадан бері тынып қалғандарың енді ғана білгендей, рәсіра рәтүре деп қайта шоласып кетер еді. Балалар, бұл әңгіме негізінен ел арасында кеңінен тараған бір аңыздан алынған екен. Шығармада ананың жарық дүние сыйлаған баласына деген ыстық махаббаты, содан туындайтын ана бойындағы күш-қуат, ізгілік, адамгершілік сияқты асыл да құнды қасиеттер осы шығармада кеңінен бейнеленген. Осы шығарманы оқи отырып, өзіміздің анамызға деген құрметімізді ұмытпайық балалар.